Ассалаумағалейкум, сәлем Түркістан, сіздермен мен Дәулет және достарым Данияр, Абылай. Бүгін біз қаланың орталығында орналасқан, яғни Талғат клиникасының жанында орналасқан iFood фастфуд орталығына келдік. Қазір ішіне кіріп, бургерлерінің, кривошкілердің, фрилерінің, жалпы ішінде қандай тамақ бар, бәрінің түрін көріп, бағалайтын боламыз. Нақты адресі мекен-жайы Нышанов 18А, Талғат клиникасы жаңа айттым. Жанында жалпы ішіне кіріп, қазір көреміз, бағасын берейік. Кеттік онда. Біз қазір тапсырысымызды беріп болдық, және де менюде көріп отқандарыңыздай бұл жерде бургер комбо бар, яғни құр бургерді алғаннан гөрі оны комбо қылып суымен және де фримен бірге алған тиімді. Сіз сәл болсын өзіңіздің ақшаңызды үнемдейсіз. Крылышкілер бар, твистердің комбосы бар, және де сулар бар. Сулар бір ғана бағада, ол бағасы 3 теңгеден. Ал крылышкілердің 3 түрі бар, 16-лық, 25-лік, 32-лік. Яғни көп адам болып келсеңіз, өзіңізге алсаңыз ыңғайлы. Және де өзіңіз жеке қылып алсаңыз 5 не 8 данасына тапсырыс бере аласыз. Және де бұл жерде өзіңізге өзіңіз қызмет етесіз, яғни сіздің мына жерде очередь номерін көрсетеді, сол номеріңізді шақырған кезде барып тапсырысыңызды алып келесіз. Логотипі әдемі жасалған. Жалпы атмосферасы маған ұнап жатыр. Себебі қызыл түс пен сары түсті жақсы сочетаниясын алған, я. Ашық және ашық жасыл. Жалпы мына здание жақсы бәрі. Аламыз. Бізде қазір тамақтарымыз дайын болған екен, кеттік. Міне біздің заказымыз дайын болды. 92-ші заказ. Бізде бұл жерде самообслуживание, және қазір мына заттардың бәрін дәмін татып сіздерге көрсетеміз. Достар, маған ұнап жатқанда жаңа айттым, логотип ұнап жатыр деп. Мынандай упаковканы қараңыздаршы. Түркістандық осы бренд, яғни тек Түркістан қаласында бар. Соның өзінде сыртқы упаковкасы өте әдемі. Әлемдік брендтерден, яғни Макдональдс, KFC сияқты жақсы бір маркетингтік бір кодтардың бірі, яғни әдемі қаптама. Маған супер ұнап жатыр. Мына жерде білсем, бұл жерде де қаптама бар ма? Мына жерде жоқ екен шелегінде. Бірақ қалған фри, бургер, даже лаваштардың өзі осындай логотиптері бар қаптамамен оралған. Бұл жақсы нәрсе. Түр-түріне заказ берді тамақтардың. Мына жерде бізде қарапайым лаваштар, мына жерде твистер, яғни ішінде тауық еті, және мына жерде ең үлкен бургер, аю бургер, двойной слой етімен, және двойной слой сырмен. Сосын және мына жерде ең төменгі, яғни баға жағынан ең ыңғайлы экономды бургер, бұл 900 теңгелік, небәрі 900 теңгелік қарапайым классикалық бургер. Және мына жерде бұл жерде чизбургер, мына жерде итальянский бургер. Итальянский бургердің ерекшелігі бұл жерде 2 қабатты, яғни 2 слойы бар сыр. Так что мына жерде разливной пепсилер, жаңа біз барған жерлерімізде кейбір жерлерде болмаса, разливной пепсилер бұл жерде бар. Супер, фри, және мына жерде біздің крылышкілер. Жаңағы тапсырыс беріп жатқан кезде тапсырыс орындайтын жігіттер айтып отыр, администраторлар. KFC-ден кем түспейді деп жатыр. Қазір дәмін көріп, бағасын береміз. Мына жерде жігіттердің бәрі KFC жеген. Салыстырып көреміз, енді KFC-ге жете ме, жетпей ме, мүмкін одан асып кететін шығар. Сол, олай болса, ас болсын жігіттер. Достар, пышақ алдырттық біз специально екіге бөліп, қазір тойып қалмау үшін жарт-жартан жейміз. Лаваштарда үлкен екен, но қазір қарапайым лаваш. Сол қарапайым лаваштың дәмін көреміз қазір. Бисмилля. Бұл лаваштың ішінде котлет бар деген. Не котлет? Дәмі керемет, маған ұнап жатыр. Дәмі маған қатты ұнады, ерекше бір дәм бар. Қарапайым лаваштар сияқты емес, және қатты майлы емес екен, жүрекке ауыр тимейді. Көп не жеп жүрміз ғой, донер, лаваш бұл айтқанда. Енді көпшілігінде жаңағыдай соңғы жағында майы ағып кетіп жатады, еті онша емес болып қалатын кездерде болатын.
мына жерде барлығы жинақы, ішіне толықтай бос кеңіс қалдырмай. Бір ерекшелігі содан кейін сырмен екен бұл. Бұндай донерлерді көп қаладан таба бермейсіздер. Бір жақсы айта кетерлігі жаңағы котлетпен жасалған. Бізде қалада негізінен басым бөлігі етпен жасайды. Сол жағы бір ерекшеленіп тұрады екен. Бұл жердің лавашы. Қазір міне твистерді кесіп екіге бөліп жатырмыз. Тоже осының дәмін көреміз қазір. Ал достар, твистердің дәмін көрейік енді. Жаңа тауықтың Сыр бар екен пәлен. тауықтың дәмінен басқа өзгеше кетеді екен. Ана магазиндерде бар емес пе? Сондай сияқты, иә? Баяғыны Браводағы. Иә. Қалған осындай фастфуд центрлерінен өзінің ерекшелігімен көзге түсетін қалған өнімдер. Твистер расымен де жақсы екен. Яғни жаңа айтқандарымыздай ішіндегі қоспалар, дәмдеуіштердің барлығы жаңа. Жаңа болғанда қалай айтсам свежий ғой, балғында. Сосын айта кетерлігі твистер қалада осы жерде ғана бар ғой, мен қателеспесем. Егер бар болса астына жаза кетіңіздер пікірлеріңізді, мына жерде де сатылады деп. Бірақ керемет, Алматыдағы KFC-лерден кәдімгі KFC-дің өнімдегі твистерден қалыспайды. Достар, біз осы міне заведение кірген кезде уже осы iFood-тың лицосы, бет бейнесі Азизхан бауырымызбен көрісіп қалдық. Азеке, жалпы Сәлем Түркістан жобасынан кетіп тұрмыз осы жерге. Рахмет бізге қонақ қылғандарыңызға. Жалпы өзіңіздің осы орталық бойынша бір қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай бір акциялар болып жатыр? Бізде iFood-та қазір конкурс өтіп жатыр, конкурстар. Есімнен жоғары тамақ алсаңыздар, неше түрлі сыйлықтар ойнатылады. Телефон, ұялы телефондар, аксессуарлар, сондай көп акция. Негізі бізде акция өте көп. Акция, жеңілдіктер дегендер. Бұл нешінші акция бұл? Бұл екінші конкурсымыз болып жатыр. Результаты 8 наурыз шығады, по-моему. Мен Инстаграмнан оқыдым. Результаттарын, жеңімпаздарын 8 наурыз анықтайтын боламыз, бұйырса Құдай қаласа. Достар, қазір көрсетеміз сіздерге бәрін толығырақ. Және тағы сұрақ, бағасы бойынша, негізі iFood баға бойынша қандай нарықта? Төмен, орта, жоғары? Төмен де емес, жоғары да емес, орта, өзінің тамақтың дәмділігіне қарай бағасын қойғанбыз. Өздер, көрермендер бағасын беріп жатады ғой, өздер біледі ғой. Дәмін, тәттілігін. Көрдіңіздер ғой достар, яғни ең дәмді фастфуд жегілеріңіз келсе, осы жерге келіңіздер, бағасы да сіздерді тістемейді. Иә, келіңіздер. Бургерлерге кезек келді. Енді бірінші дәмін тататын бургер бұл кәдімгі классикалық бургер. Барлығымыз бірден тойып қалмас үшін барлығын жаңағыдай бөліктерге бөліп жатырмыз. Себебі әлі алда 3 бургері бар. Сондықтан бірінші классикалықтан, яғни ең баға жағынан сізге қолжетімді бағада осы ыңғайлысы осы. Небәрі 900 теңге. Өте дәмді екен. Қияр бар ішінде, классикалық бургерде. Және жігіттердің де көңіліне шықты деп ойдам. Целом супер, маған ұнап жатыр. Расымен де жаңағы бургер дәмі жақсы. Жақсы болған соншалық тауыс қойдық. Дәкен сияқты түсіріп отыра алмадық. Керемет шыққан. Өзіме өте ұнады. Шынымен де жұмсақ. Енді бір ерекшеленетіні бұл iFood-тың бүкіл продуктылары свежий екен, орысша айтқанда. Маған енді котлет көп жемеймін негізі, бірақ мынау бергені өте тамаша, ұнады шынында да. Мынау келесі чизбургер, ішінде котлет және де түрлі көкөністер қосылған. Және сырмен, негізі көпшілігі ерекшеленетіні өте бір жағынан тамаша екен. Негізі сырдың да түрі көп қой, бірақ бұл жердегі сырлардың маған соусы болсын, ішіне әрбір қосқанда қоспасы болсын өте тамаша ұнап жатыр. Несін 4-ке бөліп жатыр, неғып 3-ке бөлмейсіздер деп атқан сұраққа бізде оператор бар екен, ескертіп кетейік. Сырын қараңыздар, ішінде сыры бар, бәрі дерзкі. Қазір дәмін көреміз. Маған чизбургер десе не есіме түсетін білесіздер ма? Чизбургер десе маған жегілетін человек түседі. Өйткені ол всегда чизбургер жейтін ғой. Ана соғысады, төбелеседі ғой. Сосын машина отырады, өзінің водителіне болмаса охранасына айтады. Маған чизбургер әкеліп беріңдерші, пожалуйста деп ше. Көп жерде итальянский бургерлер жасалынады. Қазір соған кезек бердік. Енді Түркістанда өзім жалпы өмірімде алғаш рет жейін деп тұрмын итальянский бургерді. Бұның артықшылығы жұмыртқамен жасалуында, яғни котлетпен бірге қасында жұмыртқа болады.
қазір дәмін берейік. Егер итальянский бургердің дәмін татқыңыз келсе, iFoodқа келіңіздер. Маған негізі қатты өтпеді, өйткені котлет пен жұмыртқа слишком жүрекке ауырлық тиетін сияқты. Немесе или мен тойып қалдым, бірақ маған жаңағы екі бургер қаттырақ ұнады, олар өте дәмді болды. Мына жерде майлы сияқты көбінесе, және маған уже тойғаннан кейін бе солай көрініп жатыр. Эксперимент жасап жеп көрдік қой, иә. Енді талғамға талас жоқ бір жағынан. Енді сен бір жағынан тойып қалғанда шығарсың, маған өтті. Тамаша екен дәмі, иә. Келесі кезек аю бургерде. Бұл осы жердегі ең тойымды бургер, себебі екі котлет, екі сырмен жасалынады. Егер қарныңыз ас болса, және де белгілі бір суммада тойғыңыз келсе, осы бургерге тапсырыс бересіз. Себебі тойымды. Әдемі. Тура классикалық бургер, бірақ ішінде екі котлетмен және екі сыр слойымен бар. Және мынандай соустар ішіндегі өте дәмді, маған қатынап жатыр. Өте тойымды. Егер келіп, мысалы, осыны заказ беріп, және бір 0,5 пепси заказ берсеңіздер, уже сіздер бұл жерден тойып шығасыздар. Күні бойы тойып жүретін тамақ ретінде жеуге өте керемет бургер. Біз 4 бургер жедік. Классикалық чизбургер, итальянский бургер және аю бургер, то есть 4 бургерден қай бургерге қатты ұнады, қай бургер сіздерге қатты ұнады осы төртеуінен. Мысалы, маған өзім жауап беріп кетейін сразу. Маған осы аю бургер ұнады, өйткені тойымды, дәмді, және артық нәрсесі жоқ. Маған екінші жеп көргеніміз чизбургер ұнады. Ең бірінші орында сол десем де болатын шығар. Енді мынау классикалық бургердің екі еселенгені бір-біріне ұқсайды. Бұл жерде қалтаңыздың көтергеніне байланысты, қайсысын 900 теңгеге арзан, немесе екі еселенген 1500 теңгеге алсаңыз болады, бірақ маған өзіме дәм жағынан чизбургердің өзі өтті. Мен кәдімгі чизбургер таңдаймын. Екі адам чизбургер, маған аю бургер ұнады. Так, достар, мына жерде жаңа басында сөмкада көрген шығарсыздар. Осындай ұтыс ойындары ойналып жатыр осы iFoodта. Яғни кез келген тамақ түріне тапсырыс беріп, яғни 5000 теңгеден жоғары тапсырыс берсеңіз, осындай ұтыс ойына қатысуға мүмкіндік бар. Яғни біз қазір чегіміз, осы чекке өзіміздің атымызды жазамыз және телефон нөмірімізді жазамыз. Сосын тамақ ішіп, ас ішіп болғаннан кейін осы жерге өзіміз жазып, ішіне салып кетеміз. Мына жерге және 8 наурыз күні лотерея ойнатылады, яғни осындай айналдыру арқылы ішінен билеттерді алып, осындай керемет гаджеттерді сыйлайды iFood сіздерге. Сондықтан iFoodқа келіңіздер, көріңіздер, дәмді ас ішіп, және осындай керемет гаджеттерді ұтып алуға мүмкіндік алыңыздар. Қазір біз чекенің дәмін татамыз. Бұл және бүгінгі соңғы дәм татуымыз болады. Қазір 16 штуганы заказ бердік. 16 штук кривошкин осындай келбетте көрінеді. Қазір дәмін көреміз. Жаңа айтқандай администраторлар бағасы, то есть дәмі KFC-ден төмен емес, яғни тура KFC сияқты, одан да жақсы деп мақтады. Шын мәнінде солай ма? Қазір бағасын береміз. Расымен де мен бұл жерден біраз келіп жегенмін. Қазіргі уақытта өнімдері шынымен де керемет жақсарған. Бұрында алдында келіп жүргенде сәл майлы болатын, және де жаңағы фрилері де кәдімгі дәл мынадай емес, сәл күйіп, не болмаса тұзды болатын. Қазіргі уақытта қызметі де өнімі де өте қатты жақсарған. Достар, мен өзім жеке ойым, iFood маған қатты ұнады. Түркістандық брендтен бұндай дәмді астарды мен күткен жоқпын. Дәмді бургерлерді, дәмді кривошки, чикендерді жақсы баға берем. Себебі бәрі дәмді екен. Маған разливной пепсилердің өзі дәмді болып көрініп жатыр. Азизхан бауырымызға өте алғыс айтамын. Респект, дәмді тамақтарды жегіңіз келсе, iFoodқа мен сіздерді шақырамын. Жалпы iFood фастфуд центрінің көпшіліктері білмейтін шығар. Сондықтан да бұл бір жаңа реклама емес. Біз шынымызды айтып жатырмық. Өнімдері өте тамаша. Чикені болсын, бургерлері болсын, жаңағы твистерлері болсын, барлықтары көңілден шықты. Бұл бір жағынан біз қарнымыз тойып жатып та жеп көрдік, ол сонда да тәбетті ашады одан сайын. Сол жағында ескерейік. Барлықтарыңызды шақырамыз осы жерге. Өте тамаша. Шынында да бұл жақсы бізден кеңестер ойы. Жалпы маған өте қатты ұнады. Яғни бургерлер мен жаңағы тауық өнімдерінің керемет үлесі, қосындысының керемет үйлесін тапқан орын. Өзіңіздің уақытыңызды отбасыңызбен өткізіп, бірге осы жерге келіңіз. Өзіңіз келіп бағасын беріңіз. iFoodтың ең ұтымды жағы ол қаланың ортасында орналасқан. Яғни мынау Талғат клиникасының жанында,
базарға жақын, мынау Жауғашты базарына жақын, егер сіз осы аймақта өмір сүрсеңіз, осы районда өмір сүрсеңіз, келіп дәм татып жеп кету өте ыңғайлы, яғни қаланың ортасында. Бір плюс бүкіл тамақтардың түрі өте дәмді екен, яғни бургерлер болсын, кривочки болсын, лаваш, твистер болсын, барлығы керемет, маған өзіме ұнады. Жігіттер де өзіне қатты ұнағанын айтып жатыр. Егер сіздерге де ұнаса, осы iFood Instagram парақшасына жазылып қойыңыздар, осы жерде тұр. Және доставка бар, доставка номерін осы номер арқылы тапсырыс бере аласыздар. Бұл бөлімше, яғни қалада бір ғана филиалы бар. Әзірше осы iFood жігіттеріне сәттілік тілейміз. Бірнеше точкалары ашыла берсін. Таңғы сағат 10-нан түнгі сағат 2-ге дейін жұмыс жасайды. Ал доставка, яғни үйіңізге доставка берем десеңіз, сағат таңғы 11-ден түнгі 1-ге дейін заказдар қабылдайды. Және достар, сіздерге шығарылым ұнаса, осы видеоның астына лайк басыңыздар, біздің каналға жазылыңыздар. Бізге көп адамдар біздің видеомызды көреді, бірақ жазылмай көріп жүр. Яғни подписация етпей, подписация міндетті түрде етіңіздер. Жазылыңыздар, колокольчик басып қойыңыздар, егер новый видеоларымызды бірінші болып көрулеріңіз келсе. Және біздің Instagram және TikTok парақшамызда жазылыңыздар. iFood'ың да парақшасына жазуды ұмытпаңыздар. Жалпы сіздерге ұнады деген ойдамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.